Сіздерге бүгін бір пайдалы ақпарат болсын. Менің балам қара шай ішкендіктен бутылкасы осындай қап-қара болып кеткен. Мен негізі новый бутылка аламын ба деп ойлаған. Сосын ойладым, жуып көрейін деп. Ол жуып көру үшін бізге кішкене тұз керек, сода керек және фери керек. Үстіне ыстық суды қоямыз. Одан кейін газға қойып 2-3 минут қайнатып аламыз. 2-3 минут қайнатқаннан кейін мына бутылкаларым пақ деді. Содан кейін мен шошып кеттім, ана газ жарылып кетті ма, или бутылкаларым тезіліп қалды ма, или мүжіліп қала ма деп ойладым. Бутылкаларым жоқ, бірақ ештеңе болған жоқ. Сөйтіп сіздерге көрінбейтін шығар, бірақ маған көрінді. Мына кірлері деген бар ғой, өзі ағып түсті ғой. И вуаля, 10 минутта осындай аппақ бутылка пайда болды. Негізі бұл бутылка қымбат тұрмайды, бір 1000 теңге тұратын шығар. 1000 теңге негізі басқалар үшін, новыйын ала салам дейтіндер, бірақ 1000 теңге мен үшін ақша. Және де сіздерге де бір пайдалы ақпарат болды. Дальше осы ыдыстарымды жуып тастайын дедім. Ыдыстарымда өте жылтырап қалды. Егер басқа да ыдыстарыңызды, қазандарыңызды май басып кеткен болса, аны вилкалардың ішінде деген енді андай дақ тұрады ғой, сондай дақтар болып кеткен болса, осы рецептпен бір қайнатып алсаңыз, сосын бір жуып алсаңыз, ыдыстарыңыз аппақ болатын болады. Және де бұл рецептке кір сабынды үгітіп қоссаңыздар болады. Сосын қазіргі сатылымда отбеливательдер өте көп. Таза деген, тазаның бағасын көрсем мен 3,5 мың теңге тұрады екен. Мен 3,5 мыңға, менің жағдайымда мен 3,5 мыңға отбеливатель ала алмаймын. И поэтому осы рецептті қолдансаңыздар болады. Даже бұл рецепті киімдеріңізде дақ түсіп қалса, киімдеріңізге де қолдансаңыздар болады. Ақ киімдерге қолдансаңыздар болады. Киімдеріңізді енді бұлай қайнатпайсыздар, тек үстіне ыстық су құйып 5-6 сағатқа қалдырып стиральныйға бір рет айландырып алсаңыз, киімдеріңізді дақтардың барлығы кететін болады.